Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өте жасалу жолы өте ерекше қатпарлы болып шығатын қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалу жолы, көріп тұрғандарыңыздай прям қатпарлы болып, жегенде дәмі ауызда еритін болады. Ол үшін достар, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қаймақ бір қасық, менде азғантай қалған екен, соның барлығын су қосып жердім. Су құямыз және сүт, тұз саламыз, сосын бір қасық, бір шайна ложка майонез. Барлығын жақсылап араластырып, ұн қосып илейтін боламыз. Осылай илейтін боламыз. Мінекей қамырымызды илеп болдық, июін қандырып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Арасында осылай июін қандырып илеп тұрсаңыздар болады. Қыздар, менде жаңағы зуаламнан, қамырымнан 2 зуала қамыр шығардым. Көріп тұрғандарыңыздар, 2 зуала қамыр шығардым. Мына қамыр жайып болғаннан кейін май қосатын боламыз. Мен сливичный берега деген майды пайдаланамын. Осылай қамырдың барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Міне қыздар, қамыр оқтауға орап, осылайынан тура ортасынан тағы да бір кесеміз. Көріп тұрғандарыңыздай видеода. Осыны 4 бөлікке бөлетін боламыз. Оралу жолы, істелу жолы өте ерекше деп жатқаным осы. Міне қыздар, оңай әрі тез дайын болады. Қарап тұрғандарыңыздай доп-домалақ қып шығарып аламыз. Міне қыздар, біздің жаңағы қамырымыздан 4 штук қаттама шықты. Осылай қолдың көмегімен домалақтап шығамыз барлығын бірдей қылып. Мінекей. Енді екінші зуаламызды жаятын боламыз. Бұл жерде мен бұл зуалада көк пияз қылайын деп тұрмын. Укроп пен көк пиязды араластырып істейміз қазір.
Қыздар, мінекей қамырымызды жайып болдық. Енді үстінен көк пиязымызды себетін боламыз. Қарап тұрғандарыңыздай, көк пияз сепкенде прям деген түрі әдемі, аппетитный болып, аппетитті ашады. Жегенде де приятно. Мына қыздар, жақыннан көрсетейін қазір сіздерге. Мінекей. Тура жаңағыдай орайтын боламыз. Қамыр тамақтыкінкі ұқсап, домалақтап орап шығамыз. Осылай кессеңіздер, қаттамаларыңыз қатпарлы әрі дәмді болып шығатын болады. Өйткені қараңыздар, ортасынан тағы да бір кесіп, бір зуаладан 4 қаттама шығарамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет шығады. Мінекей қыздар, көк пиязбен де қаттамамыз дайын болды. Осылай өте оңай жасалу жолы қаттама жасасаңыздар болады. Енді бұны пісіреміз. Ол үшін холодильникке салып қоямыз. Жаңағы істеген қаттамаларымызды морозильникке примерно 1 сағат 2 сағатқа салып қоямыз. Негізі көп істеп, қонақ келген кезде істеп қойсаңыздар да болады. 1 сағат алдын шығарып, осылай жайып пісіріп ала бересіздер де тапаға. Өте рахат, өте дәмі де барлығы күшті болады. Осылай қаттамаларды пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің қаттама дайын болды. Қатпарлы, өте ерекше жасалу жолы видеода көргендеріңіздей. Осылай жасап істеп көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар.